Бәріңіз сәлем, менің атым Еркина, және сіздер менің арнамдастар. Достар, бізде бүгін көптен күткен видео болады, яғни оны сіздер менен көп сұрадыңыздар, мен де қатты түсіргім келді. Бұл видеоның тақырыбы Back to School деп аталады. Сіздерге бұл видео қызық болады деп ойдамын. Ендеше менімен бірге қалыңыздар, ал мен видеоны бастайын. Достар, бұл бізде Back to School видеосының бірінші бөлімі болады. Мен бүгін сіздерге тек қана мектепке сатып алған оқу құралдарын көрсетемін, яғни канцелярский заттарды. Ал екінші бөлімде сіздерге мектепке арнап сатып алған заттарымды, мектеп формасын көрсететін боламын. Екінші бөлімінде асыға күтіңіздер, ал бүгінгі видеоны әрі қарата қараңыздар. Ең бірінші мектеп сумкасынан бастайық. Менің ең бірінші көрсететінім мектеп сөмкесі. Менің мектеп сөмкем осылайдан көрінеді, және оны рюкзак деп те айта береді. Оның өте көп қалтасы бар, және ол маған өте қатты ұнайды. Оның бірінші қалтасы осы жерінде, екінші қалтасы ортаншы қалтасы. Одан кейін үшінші ең үлкен қалтасы. Бұл қалтаның ішінде мынадай замокты қалтасы бар. Бұл да өте удобно. Және екінші жақ бөлігінде мындай екі қалташасы бар. Бұл да өте күшті. Және мен бұл екі қалташаны магазинде сатып алғанда мүлдем көрген жоқпын. Сосын үйге барғаннан кейін көрдім, және мен қуаныштымын бұл сумканы алғаныма. Және ең соңғы қалтасы ол сөмкенің артқы жағында, яғни сөмкенің артында тағы да бір қалтасы бар. Бұл маған қатты ұнайды. Және оның балаларда өте жақсы, керемет сумка, маған ұнады. Мен сатып алғаныма өте қатты қуаныштымын. Мен осы жылы ешқандай да пенал сатып алған жоқпын. Мен алдыңғы жылдан қалған пеналым бар. Ол осылай қарбыз түрінде көрінеді. Өте керемет. Бұны мен Алиэкспресс сайтынан заказать еткен болатынмын. Және ол кішкене кір болып қалды. Оны жуғаннан кейін кетеді. Іші осылайынан көрінеді. Бұның ішінде барлығы да сияды, өте керемет. Және мен осы жылы оны тағы да ұстаймын. Одан кейінгі менде қарапайым дәптерлер. Бұндай дәптерлер барлығында бар шығар. Қарапайым дәптерлер 20 штук бар. Содан кейін менде қалың дәптерлер, яғни общий тетрадтар. Менде осындай количествода дәптерлер бар. Қазір сіздерге барлығын жақынырақ көрсететін боламын. Бірінші дәптер менде осындай яркий өте, және 48 парақты осылайша көрінеді. Содан кейін тағы да мысықтың дәптері, осындай ботинканың ішіндегі мысық. Бұл да тоже 48 парақты. Одан кейін тағы да мысықтың дәптер, себебі мен мысықты өте қатты жақсы көремін. Осындай розовый цветті, мысық ондай қатты емес. И 12 беттік осындай дәптер. Содан кейін менде мынадай 96 беттік дәптер. Мен бұны геометрия сабағына бастаймын, себебі мен осы геометрия, сосын алгебра сабағына қалың дәптер бастаған жақсы көремін. 96 парақты. Содан кейін тағы да осындай дәптер 96 беттік, узорлары бар. Бұл алгебра сабағына. Содан кейін тағы да мысықтың дәптері. Бұл жерде иттер де бар. 12 парақты. Содан кейін өте-өте нежный дәптер. Ол мынадай дәптер. Оның маған обложкасы ұнады. И бұл 48 парақты мынадай дәптер. Одан кейін менде алдыңғы жылғылардан қалған екі пәндік дәптер. Білмеймін неге олар қалғандығын. Ол менде осындай химияның дәптері. Сосын Қазақстан тарихтың пәндік дәптерлері. Содан кейін енді мен алдыңғы жылғыдан қалған, оны өзім обложкасына мағандықтан әдемілеп тастаған дәптерлерім. Біріншісі мынадай, осындай узорлармен 24 беттік. Содан кейін тағы да өзім әдемілеген дәптер, осындай смайликтерменен. Бұл 48 парақты. Содан кейін мынадай дәптер, бұның мен мөлшерлерін өзім әдемілеген болатын, 48 парақты осындай дәптер. Содан кейін менде мынадай дәптер, бұл бізде 36 беттік дәптер. Содан кейін антистресс түрінде жасалынған, өзім жасадым, яғни осындай дәптер, бұл бізде 24 беттік дәптер. Артын кішкене уже бояп тастадым. Содан кейін соңғы дәптер, ол мынадай дәптер, бұл бізде ағылшын сабағына арналады. Көріп тұрғандарыңыздай, онда осындай әріптер, ал артқы жағында сөздіктер, яғни сөздіктер жазылған. Оның ішінде кішкене мысал келтіріп кеткен, яғни мұнда бірінші сөзіңіз ағылшынша сөзіңізді, содан кейін транскрипциясын, содан кейін сол сөздің переводын жазатын боласыз. Өте ыңғайлы дәптер, маған ұнады, сосын мен оны алдым. Содан кейін тағы да ағылшын сабағына арналады, мұндай сөзді, бұл менде
өте көп уақыт бойы бар, өте ыңғайлы. Одан кейін дәптерлерге арналған қап, яғни обложка, 25 штукты осындай обложка. Біз осы жылы күнделік ұстамаймыз, яғни біз интернет күнделікке көштік. Сол себептен мен осы жылы күнделік сатып алған жоқпын. Сосын менде мынадай екі стикер. Бұның біріншісі мынадай жүрек пішінінде, өте көп түсі бар. Екіншісі мынадай. Бұнда тоже түстері бар. Содан кейін менде мынадай 3 ручка. Сосын корректор. Әрине көп қателік жібермеймін, бірақ бұл қажет болады. Сосын клей қажет болды, мен үлкен алдым, себебі маған кішкентай жетпейді. Сосын кішкентай скотч. Содан кейін менде мынадай закладка, яғни бұны мен өзім қолдан жасадым. Бұл жерде вот смайликтер бар. Өзім қолдан жасаған закладка, өте удобно бұл. Сосын мынадай маркер или текстовый выделитель. Сосын 5 түсті мынадай түрлі түсті ручкалар. Сосын қарапайым карандаш. Содан кейін сызғыш, транспортир, тағы да мынадай сызғыш, циркуль қажет болады. Канцелярский нож, әрине бұл маған аса қажет емес. Содан кейін қайшы, біреу менде мынадай простой и мынадай ирек пішін қылдыратын қайшы. Содан кейін менде мынадай 3 түрлі декоративный скотч. Бұларды мен тоже Алиэкспресс сайтынан заказать еткен болатынмын. Содан кейін кішкентай тағы да декоративный скотчтар. Ал енді өте кішкентай декоративный скотчтар. Содан кейін менде скреплер, кейін мынадай степлер, бұл менде үлкен, әрине мен бұны мешітке апармаймын, жай үйде. Сосын мынадай ұшқыш, ұштағыш. Негізі мен Алиэкспресс сайтынан ұштағыш, сосын тағы да өшіргіш сындырға заказать еткен болатынмын. Олар скоро келеді, сосын сіздерге де оны көрсететін боламын. Болды достар, мен бүгін сіздерге мектепке арналған оқу құралдарын көрсеттім. Және екінші бөлімде мен сіздерге мектеп формасын көрсететін боламын. Және ол видеоны асыға күтіңіздер. Лайк басып, каналға жазылып отырыңыздар. Пока!